Барлығыңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сондай дәмді, сондай нәзік вупи пай тортын жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажет заттар ол ұн, жұмыртқа, сары май, шекер, какао және құлыптастырғыш қажет болады. Барлығының құрамын толығымен описанияға жазып кететін боламын. Ең бірінші құрғақ ингредиенттерді осылай бір-біріне қосып аламыз және сары майымызды ерітіп алатын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды жарып аламыз және де үстіне шекерімізді салып, аппақ көбігі шыққанша миксерлейміз. Одан соң алдын ала ерітілген ыстық емес сары майымызды құйып, жақсылап тағы да миксерлейтін боламыз. Барлығы жақсылап араласқан соң, енді құрғақ қоспаларымызды біртіндеп осылай електен өткізіп қосатын боламыз. Құрғақ қоспамызды осылай міндетті түрде електен өткізіп алған дұрыс, және де бірдестен барлығын салып жіберуге болмайды, өйткені қамырымыз көтерілмей қалуы мүмкін. Вупи пай тортының қамырына мен ешқандай шоколад қоспаймын. Әрдайым осылай малайзиялық сапалы жақсы какао қосамын. Менде осындай диаметрі 24 сантиметрлік торт болғандықтан құрғақ ингредиенттерді 3 бөлікке бөліп електен өткіземін. Біздің қамырымыз дайын болды. Бізде осындай сұйықтықта қамыр шықты. Енді қамырымызды 4 бөлікке бөліп 24 сантиметрлік диаметрмен пісіретін боламыз. Қаласаңыз 26 сантиметрлік диаметрмен пісірсеңіз болады, немесе 24 сантиметрмен 5 корж пісірсеңіз де бола береді. Қамыры жеткілікті. Менде осындай многоразовый пергаментный бумага және фольгамен қолданамын. Сіздер сапалы пергаментный бумагамен қолданғандарыңыз дұрыс, өйткені асты жабысып қалуы мүмкін. Видеода көріп тұрғандарыңыздай мен осылай кондитерский кольцомен формаға келтіріп аламын, және де 180 градусқа шамамен 6-7 немесе 8 минутқа өзіңіздің духовкаңызға байланысты пісіріп алатын боламыз. Духовкаңызды бақылап тұруды ұмытпаңыз. Менде осылай 8 минутта пісті. Ағаш шпажкамен тексеріп көруді ұмытпаңыздар. Ыстық күйінде пісіре салысымен осылай кондитерский кольцомен кесіп формаға келтіріп алатын боламыз. Және де барлық корждарымызды дәл осылай қайталап пісіріп шығатын боламыз. Корждарымызды тезірек суыту үшін темір решеткаға немесе мата сүлгіге осылай қойып қоятын боламыз. Соңғы коржымызды да пісіріп болдық. Енді 24 сантиметрлік кольцомызды алып, формаға салып осылай кесіп аламыз. Ендігі кезекте біздің тортымыздың кремін дайындайтын боламыз. Бізге қажет творожный сыр, шекер және сливки 33 немесе 35% болу қажет. Сүзбелі ірімшігімізді, яғни творожный сырды осылай шекермен жақсылап бірінші миксерлеп аламыз. Содан соң сливкиімізді құйып, тоқтатпай крем болғанша, қою крем болғанша миксерлейтін боламыз. Сіздерге ескеретін жайт, сливки мен сүзбелі ірімшік тоңазытқышта 8 сағаттан аса уақыт тұру керек. Ол уақыт тұрмаған жағдайда сіздерде ешқандай крем шықпайды. Шамамен 10-15 минуттай тоқтатпай миксерлегеннен кейін бізде осындай қою әдемі крем шықты. Осылай лопаткамен тексергенде ешқандай сырғып түсіп қалмауы керек. Енді бізге шоколадный ганаш қажет болады. Оған шоколад, май және сливки қосамыз. Осылай пластик ыдысымызға салып, водяной баняға ерітетін боламыз. Шоколадный массамыз ерігенше тортымызды жинайтын боламыз. Бізге осындай насадка қажет болады. Насадканың номері 809. Осылай крем құятын арнайы пакет керек болады. Осылай кремімізді салып, пакетіміздің ұшын ақырындап осылай қайшымен қиятын боламыз. Егер сізде осындай айналмалы ыдыс болса, сізге вупи пай тортын жасауға ыңғайлы болады. Осындай шариктер шығара отырып, кремімізді құятын боламыз.
Біздің шоколадный ганашымыз еріді. Енді оны алып шамамен 1 минуттай бөлме температурасында салқындатамыз. Қасықпен осылай жақсылап араластырамыз. Бізде осындай әдемі шоколадный ганаш шықты. Енді ол қатты ыстық болмау керек, креміміз еріп кетпеу керек құйған кезде. Қасықтың көмегімен осылай шоколадымызды біркелкі етіп тегістеп аламыз, және де шоколадный капля етіп жан-жанына осылай жаймен құямыз. Шоколадный ганашымызды тегістеп болдық. Енді тортымызды сәндейтін боламыз. Тортты сәндеген кезде өз қалауыңыз бойынша қалаған жеміс-жидектер немесе шоколад, түрлі кондитерский сәндеуіштермен сәндесеңіздер болады. Тортымызды әсемдеп болдық толығымен. Енді кем дегенде 2 сағатқа немесе 1 түнге тоңазытқышқа салып қоятын боламыз тортты. Осылай үй жағдайында торт жасайтын болсаңыз, отбасыңыздың мүшелеріне немесе сыйлыққа, қонаққа апаратын болсаңыз, дүкендегі торттардан әлде қайда дәмді және үнемді, және де жақындарыңыздың алғысына бөленіп, рахметін алатын боласыздар. Адамның жасағанын адам жасайды. Барлығыңызға осы Whoopie Pie тортын жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Және де осы қазақша каналды дамытуына, өсуіне өз үлестеріңізді қосып, комментарий қалдырып, лайк басып, поделиться етіп қоюды ұмытпаңыздар.